Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Айбар мен Әселдің көп балалы әке, көп балалы ана, 3 ұл, 3 қыз тәрбиелеп отырған отау құрғандарына 13 жыл болған. Дәл бүгін осы екі ғашығымыздың заңды түрде некелерін жаңартатын сәт келді. Олай болса, ортамызға Айбар мен Әселді шақырамыз. Сіздердің қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен. Рахмет. Отау құрғандарыңызға 13 жыл уақыт болды. Шариғатта да бар некені жаңарту деген. Дәл осы бүгін сәтті пайдаланып, сіздердің некелеріңізді жаңартайын деп тұрмыз. Өзіңіздің некеңіз екі жақта рас, әрі шынайы ғой, Иә, рас. Сізше? Сізше қалыңдық дейтін бір еді ғой. Олай болса, дәл бүгін сіздің жолдасыңызға алтын сақина тағуға рұқсат етіңіздер. Машалла. Тамаша. Құрмет қошемет деп қойыңыздар. Енді сіз де өзіңіздің жолдасыңызға табыс етуге рұқсат. Бұл сіздердің 13 жыл некеде армандаған Харекет қайырымдылық қорынан баспаналарыңыз алғашқы. Құтты болсын. Өзіңсіз елестету өмірімді ауырмаған, сен болсаң жаратылған қисық мендік қабырғадан. Сөзді кетпеймін деп, қасымнан кетпеймін деп, сен маған уәде берші. Харекет қайырымдылық қорының дәл келесі баспанасы Айбар мен Әселдің отбасына бұйырды. Енді бірінші Аллахқа мыңда бір шүкір, екінші Харекет қорына халқыма рахмет айтам. Мен өте қатты қуаныштымын. Өйткені бұл менің ең үлкен арманым еді. Жаным. Өмірлеріңізге бір болыңыздар. Бір болайық деген бір әдемі ән бар. Әдемі бір вальстарыңыз болсын. Үндескен біз екеуміз әуенменен жыр болайық, махаббат жылу шашқан сәулесімен нұрланайық. Кейде мұң жеңсе дағы, қиындық келсе дағы, бір болайық. Үндескен біз екеуміз әуенменен жыр болайық, махаббат жылу шашқан сәулесімен нұрланайық. Кейде мұң жеңсе дағы, қиындық келсе дағы, бір болайық. Харекет халықтың қоры.